Ал сәлеметсіздер ме, достарым? Бүгін бізде құрметті Әйгеріміз эфирде, және біз кішкене ғана куәлік алайын деп едік. Өйткені бірінші несінде бар, уже бірінші подкастында куәлік. Енді бүгін Әйгерім өз өмір баянын орысша бөліскен. Егер кім көргісі келсе, мен осы видеоның астында ссылканы лақтырам. Сол жерде оның орысша куәліктері бар. Қазір біз қазақша куәлік шешейін деп отырмыз. Бұл куәлік қалай Әйгерім Иса оған тозақты көрсетті. Иә? И осы неден кейін, осы тозақты көргеннен кейін, оның өмірі қатты өзгерді. Сол кішкене бізге бөлісіп берсе, Исаны мадақтап жіберсек, қалай қарайсың, Әйгерім? Сәлеметсіздер ме? Иә, өте жақсы. Әрине, ол өте маңызды. Сізге де, саған да үлкен рахмет. Жаным Құдайға таңғы. Иә, әрине бастайық. Менің есімім Әйгерім. Құдайға бар мадақ даңқ болсын, жаратқан иеге, Исаға. Мен осында анығырақ айтып кетейін деп едім. Тозақ бойынша қалай көрсетілді маған қазақ тілінде. Иә. Мен жасым шамасы 23-терде болды ол кезде. Мен Эйр Астана әуе компаниясында бортсерік болып жұмыс жасап жүрдім. Сол кезде бір күні мен резервте едім. Ал резерв деген ол адам кезекшілік жасайды. Әр бортсерік кезекшілігін орындайды. Сонымен мысалы ол бір бортсерік сапарға бару керек болып, бірақ бір себептермен ұйықтап қалып, немесе ауырып қалып жұмысына бара алмаса, сол кезекшілікте болған бортсерік оның орнына сол сапарды үзбеу үшін дайын болу керек. Сондықтан да мен де сол күні кезекшілікте едім. Кезекшілігім рейс бойынша түнгі рейс Германияға ұшу керек едім. Сондықтан да кешкісін бардым мен сол жерге, әуежай жаққа. Ол жерде дәрігер бар. Дәрігер жұмысқа келген адамдарды денсаулығын қарайды, бақылайды, жұмысқа кіргізуге болады ма, болмайды ма деп. Сондықтан да мен сол дәрігерден өтіп, ары қарай Ақсұңқар гостиницасына, жаңағы қонақ үйге барған едім. Бортсерік болып жүргенімде сол кезекшілігіме бардым. Сол кезде менің жалпы өмірім сол кезде мінезім тәкаппар еді. Менде сондай дұрыс емес іс-әрекеттер, қылықтар, бостандыққа шықпаған нәрселер болған еді. Ол менде балағат сөз айтқан едім бұрында. Кешірім сұраймын барлық адамдардан, халқымнан, мен танитын адамдардан. Әйгерім, тәкаппар деген түсіндіріп кетсең адамдарға, ол түсінетіндей. Мгм. Менмендік па ол тәкаппар деген? Не ол? Иә, Құдайға ұнайды. мхм. Иә, рахмет, дұрыс айтасыз. Иә, ол тәкаппарлық деген ол менмендік, адамды менсінбеушілік. Өйткені мен жаңағы темекі шегу деген болды менде. Ол бостандық емес, ол құлшылық. Темекінің құлшылығында едім. 10 жылдай темекі шеккен едім. Кешірім сұраймын, сондай дұрыс емес нәрселер болды менен. Және де жастардың жаңағы мен тіл алмаған едім, ата-анамның тілін алған жоқ едім, мысалы, үлкендерді сыйламаған едім. Бірақ сондай мінезім дұрыс емес болды. Адамдарды кешірмеу болды. Және де біз пиво ішетінбіз, вино ішетінбіз. Сондай да, енді ішімдіктер жаңағы. Жассың. Уже Жастым, иә. әуес болдым. Сыра, шарап, сондай. Сосын кейін түнгі клубтарға барған едім. Өмірім күнә жолымен кетіп баратқан едім. Оны өзім білген жоқ едім. Бірақ сондай өсек те болды, өтірік айту да болды. Әрине, соны мен мақтанып отқан жоқпын. Ол реклама емес, бірақ мен сондай қатты қауіпті жолда өмір сүрген едім. Өмірім өте, Құдай сақтасын енді. Менен үлгі алмаңыздар. Сондай жаман жолда едім. Ал бірақ сол
сондай өмір сүріп жүргенде негізінде ішімде тыныштық болған жоқ еді. Өмірге деген көп сұрақтар бар еді менде. Неге мен осындай Қазақстанда туылдым, неге мен адам болып туылдым, неге менің ата-анам осы деп, дәл осы семьяда, неге мен шетелде туылған жоқпын, бір актриса болып, мысалы деп, неге деп, мені кім жаратты деп, неге ит немесе мысық болып дүниеге туылмадым деп, сондай сұрақтар болды, түсінген жоқ едім. Ал және де ойлар болды. Адамдар дүниеден өтеді, қайда кетеді олар? Ішімде тыныштық болған жоқ еді, бір сезім, сондай тыныштық болмады ішімде. Бәрібір де бұл дүниеден адамдар өтіп жатыр, қайда кетеді? Мен өлмеймін деп ойлайтынмын. әйгерім, Мен көп жыл жасаймын деп. осы бәрі қайдан пайда болды? Сен жаман семьядан шықтың ба? Әлде сен вроде сен жұмысың жақсы, бортпроводница. Не сондайға ұшыратты сені осындай неге? Көп Мен ойлаймын, ол деген жаңағы рұқсат етсеңіз, түсінгенім бойынша негізінде ортада әсер етеді екен, айнала. Мысалы, бармадағыдан Құдайға болсын, енді Сүлейман патшаны алсақ, Дәуіттің ұлы Сүлейман патша, иә, иә, оның мысалы әкесі патша болды, ал оған әкесі өсиет айтқан еді, мысалы, осы жерден әйелді алуға болады, ал басқа жерден алма деп, мысалы, киелі жазбада өздеріңіз оқысаңыз, сол басында әкесінің тілін алып, ал одан кейін ол тіл алмай, барма деген жерге, алма әйел, алма деген жерден барып әйелдер толтырып алып, жаңағы әйелдің үстіне наложница дейді ғой, енді ол қалай, тоқал ма сондай, тоқал, любовница, тоқалдар. тоқал, кешірім сұраймын, мен ондайды қазақша жақсы білмегесін айтып жатырмын да. Әйелдің үстіне де сол тоқалдары болып көп, сондай болып, мысалы, тіл алмаған еді, иә. Олар оған әсер етіп, Құдайдың берген үлкен даналығы Сүлейманға өте даналық, енді керемет даналық бар еді, бірақ даналық құтқармайды екен. Жаңағы ол көмектеседі әрине, бірақ орта әсер етіп, ол өмірінің соңында, мысалы, Құдайға емес, басқа заттарға сыйынған еді, табынған еді. Киелі кітапта оқысақ, өмірінің соңына қарай сондай іс-әрекеттер болды. Және де мен ойлаймын, мен де айналамда, мысалы, егер де кереметтей сондай жақсы үлгі болатын көп адамдар болса, жақсы орта болып, мүмкін мен ондай жолға түспес едім. Мен мысалы жастардың арасында болдым, олар темекі де шекті, әкеп берді де, осыны тартып көр, шегіп көр деп, мектеп интернатта оқығанда, мысалы, тартайық, арақ ішіп көрейік деп та, Құдай кешірсін, мен сондай іс-әрекеттерді мен ғана ойлап тапқан жоқпын, бірақ айналамдағы жаңағы интернатта өскен сондай кешірім сұраймын, әрине, тәрбиешілерден де, адамдардан да, мен сияқты болма. Тәкаппарлық қайдан пайда болды? Тәкаппарлық ол бойынша болашақта қалай келген мен нақты білмеймін, бірақ мен сондай кейін жағдай жақсы болғаннан кейін байқағаным тәкаппарлық болды мен бойымда. Өйткені оны мен білмеймін қалай екенін, сол тәкаппар мінезім болды. М. Бірден емес, бірақ өсе келе солай болды. Адамдарды менсінбеушілік, тәкаппарлық. Иә, Мүмкін сен мынандай жоғары жақсы жұмыс істеген шығарсың, содан келген шығар, қайдан білесің? иә, ол да бар, және мен ойлаймын, тамыры түбірі жаңағы не кешірмеушіліктен болды. Өйткені менің жүрегімде терең тамырлар болған екен, адамдарды кішкентай кезінен бастап кейбір адамдарды кешірмегенім болған еді. Сол кешірмегенім қатты, ол жаныма махаббат емес, суық нәрселерді беріп, сол да менсінбеушілік болды. Кешірім сұраймын әрине халқымнан да. Енді адам. Главное, Құдай өзгертті ғой сені. Иә, одан кейін, иә, сондай жолда болдым, қауіпті, және тәкаппар болдым, сондай жаман істер жасадым, бірақ жұмысқа бардым, жаңағыны жалғастырайын, иә, жұмысты. Да, жалғастыра ал. Кешірші мен. Осы адамдар Рахмет. түсінсін, тәкаппар деген не деген сөз. Соны Иә, қалай пайда болады, соны сенен білейін деген ғой. Сен өзің мхм, соны айтып кеттің да, и айтып жатқан кезінде сұрақтар туындайды. иә, рахмет сізге сұрақтарыңыз күшті. Сонымен, сол мен кезекшілігіме барған едім. Ақсұңқар гостиницасына, сол қонақ үйіне барып, орналасып,
бөлмеге кірдім. Сол бөлмеде 2 адамдық бөлме болды. Және де мен ол жаққа келгенде бір қыз отырды, орта төсекте. Мен оған жаңағы мінезім тәкаппар болғандықтан менсінбей қараған едім. Төсегіме барып жатқан едім. Ойладым, түнгі рейс болғандықтан ұйықтап алайын. Өйткені ұйықтап алғасын ол маңызды, жақсы жұмыс істей аламын деп. Өйткені сапар ұзақ. Сондықтан да ойладым, шақырып қалса де ұйықтап барған абзал деп. Сөйтіп ұйықтайын деп ойладым. Сөйтіп жаттым төсекке. Сол төсекке жатып көзімді жұмдым. Дәл сол көзімді жұмып ұйықтайын деп жатқанымда көз алдымда есік пайда болды. Ол есік өте кішкентай размер, мен сізге көрсете аламын ба, өте осындай кішкентай да, енді көз алдымда былай пайда болды. Мына үйдегі артқы бөлмедегі есік, ол осының үлкен түрі. Бірақ тура осы есікке ұқсайтын есік кішкентай түрде пайда болды көз алдымда. Мен сол есікті қарап қалдым. Осы есікті мен бір жерден көрдім ғой, бір таныс есік екен деп қарап қалдым. Дәл сол қарап жатқанымда бірден мен жаным тозаққа кетіп қалды. Мен бірақ оны басында тозақ екенін білген жоқпын. Мен қап-қараңғы бөлмеге келдім. Сол кезде бөлме деп айта алмаймын, ол кеңістік. Өйткені ол жерде мен полды сезген жоқпын, бірақ өзімнің бар екенімді сол жерде сездім. Және ол жерде тас қараңғы болды. Мен мына суретті салдым сіздерге, біраздан кейін жақыннан көрсетейін. Көргенімді мен, өйткені Құдайға сансыз рахмет, суретшімін негізінде. Сондықтан да шындықты айтайын дедім, халқыма көргенімді көрсетейін дедім. Сондықтан да сол жерде өте қараңғы болды. Бірінші қараңғылықта менің ойым, мен қазір көрсетейін сіздерге. Мына жерде міне сурет, осы иә. Бұны мен кейінірек түсіндірем. Біріншіде сол қап-қараңғы жерде осындай кеңістікте болғанымда менің ең бірінші ойым, мен үйге келдім деп ойладым. Өйткені мен жер бетінде өмір сүргенде ішімде мен тыныштық болған жоқ еді. Мен сезген едім, мен бұл жерден емес екенімді сезген едім, бұл дүниеден емес екенімді. Бірақ мен осындай қараңғы жерге келгенде ойладым, мен міне үйге келдім деп, осы үй деп ойладым. Бірақтан біраздан кейін ой келді. Бұл егерде өзімнің ойым болды. Бұл егерде үй болса, нағыз үй болса, неге бұның іші қараңғы? Неге бұл жерде жарық жоқ деп ойлаған едім. Сол кезде айналамда мен жалғыз емес екенімді сездім. Соның ішінде сондай қап-қараңғы жерде айналамда толған, мен ойладым, олар жануарлар деп, бірақ олар жануар емес. Айналамда басқа, мен жалғыз емес екенімді сездім, және ол жер өте қауіпті екенін сездім. Тас қараңғыдай болды, мен өзімді де көрген жоқпын. Және жаңағы айналамда толған олар жындар екен, шайтандар екен. Солар сол үйде тозақтың ішінде көп екен олар. Олар мені байқады, көрді. Олар маған айналып, маған жақындап келе жатты сол жерде. Мен оларды жанымен сездім, мені біреу көріп тұр, біреу емес, бірнеше жануар сияқты, хайуан сияқты бір заттар, бірақ жануар емес. Және олардың ниеті, қалағаны, олар маған жабылып, барлығы мені жыртқысы келді, жанымды. Мен соны сездім. Бірақтан Құдай сақтады, мені ондайға жеткізген жоқ. Бірақ нағыз айтайын деген ол жер өте қауіпті болды. Содан кейін мен ойлап тұрдым, бұл қай жер, мен қайдамын деп сондай ойлар болғанда, біраздан кейін мен мынандай сол бөлмеде жалғыз ғана жарық нәрсе, кітап көрінді көз алдыма. Кітап ол өз-өзімен ашыла бастады. Маған тек қана оған қарауға ғана рұқсат болды. Кітаптың парақшалары былай өз-өзімен қатал түрде ашылды. Әр ашылған парақшада мен өзіме ешқашан өмірімде көрмеген таныс емес нәрселерді көрдім. Уақыттың зымырағанын көрдім. Уақыт деген қатты зымырап өтіп жатқанын көрдім. Одан кейін маған мәңгілік деген түсінік келді. Мәңгілік бар екенін түсіндім.
Одан кейін мен таныс емес нәрселерді көрдім. Ол жұлдыздың беті ма, комета ма, ай ма, мен білмеймін, бірақ уақыттың қатты зымырап жатқаны, бір секундта қаншама жылдар өтіп жатқаны көз алдыма түсініп келді. Сол бір парақшаларға қарап тұрғанда мәңгілік деген түсінік келді. Мәңгілік. Өйткені уақыттың жүрісі ол жақта басқа. Зымырап өтіп жатқан уақыт. Содан кейін мен түсіндім, мәңгілік деген ой келді. Одан кейін ең жаңағы бір парақша ашылғаны, бұл ашылып қалған парақша, бұл не болды? Жер планетасы жаңағы спутниктан түсірген сияқты мен көрініс көрдім осындай. Енді кешіріңіздер, салуға тырыстым. Аз уақытым болды, сонда да салдым. Мен жасыл үйлерді, жаңағы нелерді, ағаштарды, қызыл крышаларды көрдім. Спутниктан түсіріп тұрған сияқты сондай не көрдім. Парақшада сондай көрініс көрдім. Ол кітап тірі кітап болды. Маған тек қана соған қарауға рұқсат болды. Бірақ ұстауға, қолмен тигізуге оған рұқсат жоқ еді. Тек соған мен қарап тұрдым. Сол жерде осы парақшаға қарап тұрғанда ол түсінік келді. Мынау жер мына жақта болса, кітаптың ішінде болса, мен мына қарап қап-қараңғы жердемін. Дүние қалдырған, мен әкем бар ол жақта, ата-анам бар, барлығы ана жақта, ал мен осындамын деп. Сондай түсінік келгенім, мен өмірім дүниеден өтіп кеткенімді түсіндім сол кезде. Сонда мен ойладым, болды ма, осы ма тек қана деп та. Мен таң қалдым, мен жаспын ғой, мен ойладым, мен 100 жыл өмір сүрем әлі. Бірақтан мен таң қалдым, мен болды ма осы өмір осымен болды ма, бітті ма деп, сонымен түсінік келді да. Ал мен түсінгенім, сонда ол жаққа қайтуға мен қайта алмадым, өйткені рұқсат жоқ, қалай қайтатынын да білмеймін, тек көруге рұқсат бар. Сондықтан да сол жерде мен жаңағы түсіндім. Біріншіден түсінгенім, менің ойларым күнә болған екен. Мен өте күнәһар ойлар ойлаған екен. Мен өте тәкаппар болған екен. Мінезім жаман болды. Мен адамдар туралы жаман ойладым. Мен соны бірінші түсіндім. Менің ойым дұрыс емес болды ол жерде. Бірінші күнәні, қандай күнә? Ол оймен күнә жасаған екенін түсіндім. Одан кейін мен жаңағы ойлармен сол түсінік келгеннен кейін, сол жерде мен бұл дүниеге қатты қайтқым келді. Бір немесе 2-3 секундқа қайтуды қатты аңсадым, армандадым. Сол жерге мені қалдырған дүниеге осы жерге қайтып келсем екен ғой деп. Мен сол парақшаға қарап тұрғанымда түсінгенім, барлық адамдар жақсы екен ғой, олар момын қой сияқты. Ал менің іс-әрекетім дұрыс емес болғанын түсіндім. Мен ойладым, осы дүниеге қайтып келсем, танымайтын адам болса да оған жақсылық жасағым келді. Танымасам да бір немесе 2-3 секундқа қайтып келуді армандадым өте қатты. Бірақ мен түсінгенім, сонда мен жұмыста ұшып жүрдім көп. Кешіріңіздер, сонымен ешқандай жақсылық жасап үлгермеппін. Өзім түсінген, ең болмаса 2 жасар менен үлкен әпкем бар. Соған бір звондап, қоштасып, мен сені жақсы көрем деп айтпаппын ғой деп, соны түсіндім. Сосын кейін ойладым, осы дүниеге 2-3 секундқа қайтсам деп, мен 1-2 секундты ғана арманым сол ғана болды сол жерде. Бірақ ана жерде, о дүниеде мен болған тозақта ешқандай күн сәулесі жоқ, бұл жердегідей таза ауа, жасыл еш нәрсе жоқ, тек қараңғы көрдім мен ол жерде, және ол жақта өте қауіпті. Ол жер толған, зұлымдыққа толған жер. Сөйтіп қатты өкініп тұрғанымда сол жерге қарап, мені Құдайым рахымшылық етіп, Исаға сансыз рахмет, мені сол дүниеден қайтарды. Одан кейін мен қайтадан жаңағы оянғанымда төсекте көзімді аштым. Ұйықтап қалған, жаңағы ұйықтаған жерімде қайтадан дүниеге Құдай мені қайтарды. Сол жерде қайтадан көзімді ашқанда қатты қайтадан осы денеде бар болғаныма шүкір. Өйткені мен материалды дүниені қайтадан ұстап көрдім. Төсек бар екен мына жерде, көрпе бар. Орнымнан тұрдым, қайтадан бірінші рет тұратын адам сияқты, пол бар екен мына жерде деп. Материалды дүние бар екен бұл жерде деп, қайтадан осы дүниеге келіп, Құдай маған екінші шанс берді.
қасымда сол төсекте отырған қызды қайтадан көргенімде үлкен қуаныш болды мен үшін. Мен қатты қуандым оны қайтадан көргенім үшін. Оған тәкаппар көзқараспен қараған жоқ едім, қуанышпен қарадым. Сол айтайын деген қайтадан сол далаға шығып қарайыншы мен осы дүниені деп қайтадан жүгіріп далаға шығып қарадым. Ақсұңқар гостиницасына шығып қонақ үйдің. Содан кейін жаңа ғана мен ана жақта болдым ғой деп түсіндім. Ол жерде сол осылай мені Құдай дүниеге қайтадан қайтарды. Сол айтайын дегенім, о дүниеде маған түсінік келгені, тозақта ол жерде басқа нәрселер бар екен. Ол адамның, білмеймін, мен оны Құдай ғана түсінетін нәрселер шығар. Адамның миы жетпейтін, мысалы менің ешқандай миым жетпейтін нәрселерді көрдім. Дүние жеңіл екені түсінік келді маған. Бұл дүние ойыншық сияқты жеп-жеңіл, түсінікті, ағаштар, үй, бәрі түсінетін нәрсе осы жерде. О дүниеде мен түсінбейтін нәрселерді сол кітапта көрдім. Тірі жаңағы нелер өз-өзінен парақшалар ашылғанда. Осылай мен дүние тозақта шамасымен 10 минуттай болдым. Мен ойым сол 10 минуттай сол о дүниеде болдым. 10 минут болды ма сонда болғаны? Иә. Болған Мен өзім жаным солай сезді. Айта кетейін дегенім, ең маңыздысы о дүниеде болғанымда мен түсінгенім, менің 23 жыл өмір сүргенім жер бетінде о дүниеде бұл жарты сағатқа тең келді. Мен біреудің үйіне қонаққа бір жарты сағатқа барып келген сияқты болдым. Bir кеш қана екен. Бүкіл 23 жыл өмірім о дүниеде оның есебімен басқаша екен. Ол қысқа ғана, өте аз ғана мерзім екен. Жарты сағат сияқты о дүниеде 23 жыл жас өмір сүргенім. Сондай бұл жақтың уақыты басқаша екен. Соны түсіндім. Әйгерім, сен жаңағы мәңгілік деп айтып кеттің ғой. Бұл сөзді қалай түсіндіріп кетесің? Мәңгілік бұл адамдар. Рахмет сұрағым. Ол жерде сол кітап ашылып көрінгенде жаңағы уақыттың қозғалғаны, жылдамдығы маған түсінік келді. Сол жерде қатты уақыттың зымырап атқанын көрдім. Ана 1 секундтың ішінде, 1-2 секундтың ішінде 50 мың жыл өтіп кеткен сияқты болды да, 50 мың ба, сондай 1-2 секундтың ішінде біздің жер санағымызбен 1, 2, 3 дегенде о жақта кәдімгідей ана тау бүйтіп эволюция жасап қатты өзгеріп атты да. Енді менің жер бетінде үйренген санауыммен, секундтармен мысалы, о жақтың санағы басқаша екен. О жақта деген жылдам екен, өте уақыт жылдам, және шексіз, былай айтқанда, мен сол космос сияқты жердің несі ма, былай уақыттың зымырап атқанын көрсетті да, неде, кітапшаның бетінде, кітаптың парақшасында. Сонда мен түсіндім, қарап тұрып. Ана уақытты көргенімде сонда ойладым, мәңгілік деген түсінік келді сол кезде маған. Мәңгілік деген бар екен да, сондай түсінік келді. Әйгерім, жаңағы мына тозаққа түспеу үшін не істеу керек? Рахмет. Тозақ кімде ол? Құдайды көрдің ба, әлде шайтанның несі ма ол? Мен айтайын дегенім, жаңағы тозақ кімнің қолында? Құдайдың қолында ма, әлде Исаның қолында ма, әлде шайтанның қолында ма? Соңғы сөз Құдайдан. Бірінші сөз және соңғы сөз Құдайдан. Ата-ананы сыйлау керек, тіл алу керек, балағат сөз айтпау керек, мен сияқты жолмен жүрмеу керек. Құдайдың киелі сөзі бар, соны оқып, содан мысалы Құдайды тыңдау керек, тіл алу керек. Оң қолы, сол қолы жасаған жақсылықты сансыз жасап, санамай, көп мол жақсылық жасау керек. Жеңіл жүрісте болмау керек, неке адалдығын бұзбау керек. Сол сүю керек адамдарды, жақсы көру керек, әділ болу керек, шындық айту керек, алдамау керек, ұрламау керек. Оның бәрі қиын ғой. Оның бәрі істеу қиын ғой. Бірақ Құдай мысалы жетелейді ғой келі рухымен. Қаласаңыздар, Құдай сүйеді, көмектеседі, дұға етіп сұраса, Құдай әрине кешіруге де көмектеседі. Кешірімді болу керек, айтпақшы.
кешіру керек, бәрін кешіру керек, өзіңізді де өмірді де бәрін кешіру керек. Актерларды да, актрисаларды да, қандай да бір кино көріп, жаңалықтан не көрсеңіздер, қандай адамға ашу болған болса, басқа адамдарды бәрін кешіру керек. Өзіңізді де кешіру керек. И Құдай бізді сүйеді ғой, ол махаббат, Исаға рахмет, шындық, жол, өмір, тек қана Иса ғана, соңғы сөз Исадан, ол махаббат, сол бізге көмектеседі. Жаңағы Сабырлы бол. жаңағы мына тозақта көрген Құдайды көрдің ба сен? Жоқ, мен Құдайды көрген жоқпын. Құдайдың жанаттан періштелерін көрген жоқ. Менімен ешкім сөйлескен жоқ ол жақта. Тек Менде қана. ойлар болды. Мгм. Иә, менде ойлар болды. Ол жерде жаңағы кітап ашылып, дүниені көргенімде, жаңағы ана суреттегіні, соны көргенде мен былай айттым да, міне деп, ойымда, жаныммен. Мен мына жерден келдім, маған мына жерге бару керек деп айғай салдым да сол жерде қатты дауыстап айтып. Мен айтып түсіндірейін дедім да, мен ойладым, бұл әуе кеңістігі қателесіп қалған шығар деп ойладым. Мен білген жоқпын тозақ шынымен бар екенін. Бұл қате болып қалған шығар деп ойладым да, бірақ маған ешкім жауап берген жоқ. Тып тыныш болды, ешкім сөйлескен жоқ. Сол кезде түсіндім да, мен күнә жасадым, зұлымдық жасадым, жаман жолда, өзімнің күнәларымды түсіндім. Сол бірінші күнәм сол ойым дұрыс, тәкаппар болған. Басқа адамдар жаман деп ойлайды, мен жақсы деп ойлаймын. Соны түсіндім. Келі жазбаларда жазылған ғой, тозаққа түспей әркім, ол қазір оқып көрейін. Келі жазбаларда жазылған, Жохан 3:16 ғой деймін, иә? Осы не келіп отыр маған. Рұқсат болса мен оқып жіберсем, иә? Жохан 3:16-да жазылған. Құдай адамзатты қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Сонда оған сенуші әркім өлмей, мәңгілік өмірге ие болады. Ұлы деген, мен жақында бір қызбен сөйлестім, Құдайдың ұлы бар ма екен дейді. Маған осындай сұрақ қойды. Енді келі жазбалар алдамайды ғой. Келі жазбаларда жазылған. Құдай адамзатты қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Сонда оған сенуші әркім, кімге сенуші? Ұлына. Ұлы кім? Иса. Исаға сенуші әркім өлмей, мәңгілікке, өмірге ие болады. Сонда Исаның қолында тозақтың кілті бар екен. Әркім Исаны қабылдаса, қабылдамаса, ол Иса ғана шешеді, тозаққа бара ма, әлде жұмаққа бара ма. Ары қарай, Құдай өзінің ұлын дүниені соттау үшін емес, бірақ дүние ол арқылы құтқарылсын деп жіберілді. Көрдің ба, мынандай келі жазбаларда сөйтіп жазылған. Мәңгілік, Исаға сенетін әркім мәңгілік өмірге ие болады екен. Сен жаңағы тозақта болған өте сондай жаман сезіндің, иә, жылап отырсың өзің. Ал жаңағы мына сен кітап жайлы айтып отырсың. Бұл кітап нені білдіреді? Кітап жаңағы мен көрген кітап па? Иә. Маған Соны мен кішкене енді сен, адамдар түсінбейді ғой. Не ол кітап? иә, Қандай кітап? енді менің шын өз ойым, бұл маған қай жерде екеніме жауап деп ойладым да, жауап келді деп. Бұл мен қайдамын, бұл қай жер деп ойлап тұрғанымда қап-қара тозақта сол ғана қап-қараңғыда жарық болған бір ғана тірі кітап болды. Тірі болғанда оның бейнелері жаңағы біреу бейне бақылаумен онлайн жерді түсіріп тұрған сияқты, сондай тірі кітапта, ол жерде ішінде тірі, мен сұрақтарыма жауап алдым сол кітапқа қарап. Енді келі кітапта біз егер де оқып қарасақ, мысалы Құдайдың келі сөзінде Аян соңғы тарауды оқып қалса, ол жерде сол кітап туралы да жазылған.
енді жұмаққа баратын адамдардың есімі өмір кітабында тіркеледі. Құдайдың Исаның өмір кітабына жазылады. Ал тозаққа баратын адамдар, олар өмір кітабында есімі болмайды. Соны сол жерде табуға болады деп ойлаймын. Бүкіл жауаптарды Құдайдың киелі кітабында. Киелі жазбалар. Иә, киелі кітап. Рахмет саған, Айгерім. Өте сондай куәлік. Сенің өміріңді өзгерткен осы тозақ екен. Иә? Адамдар тозаққа түспесін деп не айтқың келеді? Мен тағы бір рұқсат болса бір ғана айта кетейін тозақ туралы ше. Әрине. Мен негізінде рахмет тозаққа осы қара жерге қараңғы жерге бармай тұрып алдында маған Иса деп ойлаймын, енді көп сенушілер келіп, Исаға сенетін адамдар көп маған есік қағып, менімен дос болғысы келіп, қол ұшын беріп, маған Құдай туралы, жұмақ туралы көп адамдар келген еді. Негізінде жіберілген еді, көршім де бар еді, Ғалиезден. Мысалы, мен оларды ойлайтын едім, Құдай мені кешірсін, өйткені мен ойым дұрыс емес болды да, ол адамдарды мен сектант деп түсіндірген еді. Құдай мен мың кешіре гөр. Бірақ маған солай айтқан еді, олар сондай деп та, бірақ олар жақсы адамдар, нағыз Құдайдың шынымен Құдайдың адамдары, олар келіп, сіз тозаққа түспесін деп, жаннатқа, мысалы, маған сондай адамдар келген еді, айтып, қағаздар әкеліп, таратып, нағыз олар шын достар екен, шын айтады олар. Нағыз жақсы адамдар екен. Бірақ менің ойым олар туралы қате болды, мен оларды тыңдаған жоқ едім. Сол мен жасаған қателіктерімді жасамаңыздар, олар шынымен жақсы адамдар, олар ізгі хабар, жақсы, қуанышты хабар айтуға келіп, жіберілген адамдар, мен сияқты мына жерге бармасын деп сіздерді ешкім ойға түспесін, балаларыңыз да бармасын деп маған мысалы осылай айтқан еді. Ондай адамдар пәтер тартып алады деп сондай естіген едім, бірақ ол олай емес. Ол ешкім менен еш нәрсе тартып алған жоқ. Құдай маған Иса пәтер берді. Жоқ пәтерімді Құдай маған берді. Қайтада жер де берді, үй берді, мысалы, балаларды да берді. Құдай берді, ешкім еш нәрсе тартып алған жоқ. Алданбаңыздар, оны мен сияқты сеніп қалмаңыздар, ондай біреудің теріс ойларына, теріс сөздерін тыңдамаңыздар. Өйткені ол қара күштер, мысалы, шайтан, олар білмеген адамдар, мысалы, шайтан да пайдалануы мүмкін. Сізді Құдай жіберіп тұрған жақсы адамдардан тыңдамасын, құлағын жауып кетіп қалсын, тозаққа түссін деп шайтанның жоспары сол. Ал Иса ол нағыз махаббат, ол адамдар жібереді. Осы мысалы эфир арқылы да тозаққа түспесін деп, мен сияқты сондай жаман жерде болмасын деп, бармасын деп, есік қағып тұр, сүйеді. Өйткені Құдай ешкім, қай әке өз баласын отқа жанғанын қалайды, ешкім қаламайды ондайды. Құдай махаббат, Иса махаббат, сондықтан да ол сүйеді, ешкімнің ол жаққа барғанын қаламайды. Соны айтайын деп едім, іздеңіздер, келіңіздер, Құдайды іздеңіздер, онымен татуласыңыздар. Менің айтатыным, есімдеріңіз өмір кітабына тіркелсін, киелі кітапта жазылған жақсы нәрселерді жасаңыздар, ата-анаңызды сүйіңіздер, адамдарды сүйіңіздер, кешіріңіздер, жақсы жолмен жүріңіздер. Мен сияқты жаман нәрселер бұрында жасады, сондай жасамаңыздар. Өйткені тек қана шындық жол Иса, ол махаббат, ол жерде ғана, ол ғана құтқарады. Тозақтың кілті сода, соңғы сөз Исадан. Сондықтан да Құдайға келіңіздер, онымен татуласыңыздар. Құдайдың рухына толыңыздар, сүйіңіздер, кешіріңіздер, бір-біріңізді сүйіңіздер. Тек махаббат, сонымен жақсылық жасап, әділ бол, алдамай ешкімді, мол жақсылық жасаңыздар. Сосын мына тозақ туралы менде сондай адамдар алдымда өмірімде кездескенде, мен олардан тыңдамай, оларды үлкен, жасы үлкен апайлар еді, кешірім сұраймын, олар бар осы дүниеде. Мен оларды тыңдамай кетіп қалған едім. Керек емес қағаздарыңыз деп айтқан едім, негізі керек еді мен үшін. Бірақ мен сондай, сол кезде маған Құдай тағы да басқа бірнеше Құдайдан деп ойлаймын, сол түстер келді. Ол жерде мен өзімді тозаққа кезекте екенімді көрдім.
Мен ол кезде 4-ші этажда тұратын пәтерде. Ол жерде сонда мен көргенім, мына суретті салдым. Мен өзімді тозаққа кезекте отырғанымды көрдім. Мына жерде маған мынандай көрініс көрінді. Бір әйел регистрация жасаған сияқты мына жерде адамдарды тіркеп отыр екен. Неге қағазға тіркеп жатыр да, бір кемпір кезекте отырды. Мен осы кемпірден кейін отқа кету керек болдым. Осы 5 қабатты үйдің мынау 4-ші қабаты болса, мысалы, мынау 5-ші қабатын салған жоқпын. Маған оттың өте үлкен екені көрінді, және мынау сары, біз көрген дүниеде көрген от ол сары болады. А маған көрсетілген от ол ақ болды. Түсімде мен түсінгенім, ақ деген ол өте жоғары температурада от, ол ыстық температура өте ақ болған. Сонда мен түсінгенім, бұл температураға кім шыдай алады деп ойладым. Қандай ыстық температура, мынау одан да ақ болып. Сондықтан да соны айтайын деген, мен Құдайдан алдында да осындай, Құдайдан деп ойлаймын, сол түстер болды, ескертілу, мен қай жолда кетіп бара жатқанымды, тозаққа кетіп бара жатқаным туралы. Бірақ мен ол түстерге де мән берген жоқ едім. Кейін осы нәрсе болды Ақсұңқар гостиницасында. Нағыз тозаққа өз жанымен барып келдім. Сол айтайын дегенім, Құдайға күлмеңіздер. Ақыр заманда Иса келеді. Ата-анаңызды сыйлаңыздар. Өйткені көк пен жерді жаратқан құдіретті Құдай, хақы бар, ескертуге де. Бұл соңғы сөз Құдайдан болады. Оның еркі, ешбір адам баласы тозаққа түспей, жаны жанатқа барып құтқарылуды қалайды. Құдайдың еркі, ешкім құрып кетпей мынандай жерге бармау. Сол Құдай сүйеді, Құдай мейірімді, махаббат, ол әділ, шындық Иса. Сен Исаны қабылдадым. жаңа айтып отырсың, жаңағы тозақ жайлы бәрі сол есіме, жаңағы есінде ма Исаның айтқан шәкірттеріне, жаңағы Луқа жазған ізгі хабар 16-шы тарауда 19-шы тармақта жазылған Лазар мен жаңағы байдың, бай кісі мен жаңағы кедей кісінің, соны оқып бітіріп рұқсат болса, қалай қарайсың соны? Иә, әрине, маған да Иә, бүгін келген сол сөз Лазар. солай ма? Маған сол қазір келіп отыр да, мен соны ашып. Бір бай адам болыпты. Иса былай дейді шәкірттеріне: бір бай адам болыпты. Ол қызыл күрең мен зығыр жіптен тоқылған киім киіп, күн сайын салтанатты той думанының ортасында жүретін. Сондай-ақ байдың қақпасының алдында жататын. Үсті басы қотыр басқан Елизар есімді қайыршы бар еді. Байдың дастарханынан түсетін қалдықтарға тойынсап екен деп зар болатын. Байдың ана дастарханында қалдықтар түседі ғой жерге, соны армандайтын, иә. Иттер келіп оның жараларын жалайтын. Мүсәпір өліп періштелермен Ибраимның қасына апарылады. Бай да өліп жерленеді. Тозақта азап шегіп жатқан ол көзін көтеріп алыстан: Ибраим, менің оның құшағындағы Елизарды көреді. Бай адам жан ұшырақ айқайлап: Ибраим ата, маған мейірім етіп Елизарды жіберші. Ол қолының ұшын суға малып, тілімді салқындатсын, әйтпесе мынау от жалында азап шегудемін, дейді. Жаңағы от күйіп бара жатыр, аузына. Бірақ Ибраим мынаны айтады: балам, есіне түсір, сен көретін жақсылығынды өмірінде көрдің. Ал Елизар, кедей, тек жамандықты көрді. Енді ол мұнда жұбаныш тапса, сен азап тартып жатырсың. Оның үстіне сендер мен біздің арамызда терең шаңырау орнатылған. Бұл жақтан сендерге барғысы келгендер бара алмайды. Сондай-ақ жол жақтан келем деушілер келе алмайды. Сонда ол: ата, олай болса сенен өтінемін, Елизарды әкемнің үйіне жіберші, дейді. Өйткені менің 5 бауырым бар.
Олар да бұл азапты жерге келмеулері үшін Елизар барып куәлік етсінші дейді. Куәлік етсінші дейді, иә. Бұл жерге азап шекпеу үшін, иә, отқа бармау үшін Елизарды, кедейді жаңағын жіберші дейді, иә. Ибраим оған былай дейді: олар да Мұса мен пайғамбарларды бар, соларды тыңдасын дейді. Ал ол жоқ, Ибраим ата, егер өлгендердің бірі оларға барса, олар тәубеге келеді дейді. Сонда Ибраим оған: Мұса мен пайғамбарларды тыңдамаса, өлгендердің біреуін тірілсе де сенбейді деп жауап берді. Иса шәкірттеріне тағы мынаны айтты: азғыр рулардың келмеуі мүмкін емес, бірақ олар кім арқылы келсе соған қасірет. Көрдің ба, мына жерде бай мен кедейдің арасы, иә. Жаңағы бай кісі ол жерде өмір сүрген кезінде өте жақсы өмір сүрді, иә. Ал кедей болса жаман өмір сүрді. Бірақ жүрегі қандай болды? Көрдің ба? Сен дұрыс айтып кеттің. Осы жерге түспеу үшін ата-аналарын құрметтеп, Құдайды қастерлеп, әрқашанда Құдайға деген мадағал келіп, сонда Құдай жүректерімізді қарайды екен. Исаның өзі және шәкірттеріне осыны мысал қылып айтып отыр. Көрдің ба? Сол үшін мен ойлаймын, осы адамдар естіп отыр осының бәрін. Өте жақсы өсиет. Әйгерім айтып кеткендей, достарым, әке-шешені тыңдаңдар. Ол өйткені өте маңызды, сондай, қалай айтсам, өсиет беріліп кеткен, иә, бізге. Оны Мұса пайғамбар айтқан, және басқа пайғамбарларды айтып келе жатқан: ата-аналарын сыйлаңдар, қастерлеңдер, құрметтеңдер, бір-бірімізге деген жанашырлық болыңдар, бір-бірімізге деген мейірімділік, бір-бірімізге деген сондай сүйіспеншілік танытып, түсінушілікпен қарауын керекпіз, иә. Сол үшін сонда Құдайға біз жақындай алады екенбіз, иә. Ал мәңгілік өмір, бір оқып кетсем болды соны, иә. Осы есіме келіп отыр да. Жохан жазған ізгі хабар 13:17. Мәңгілік өмір сені жалғыз шынайы Құдайды және өзін жіберген Иса Мәсіхті жақыннан тан. Мәңгілік өмірге алып келеді екен, Құдайды танысақ. Көрінді ма? Сол үшін достарым, рахмет сіздерге. Достармен бөлісіп қараңыздар, егер керек болса, астында мына екінші Әйгерімнің 2 видеосы бар, орысшасы, соны астына қалдырып кетем, сілтеме қалдырып кетем. Жазыңыздар, Құдайға шүкір деп, адамдармен бөлісіңіздер. Біреуге жігер болса, Құдайға шүкір деп жазып жіберіңіздер, жарай ма? Сол, рахмет саған, Әйгерім. Сен сондай бөліскенімен, мен ойлаймын бәрімен бөліссін деп, иә? Иә, солай шығар. Саған да рахмет, Құдайға рахмет. Мен осы көп адам көрсе екен деп ойлаймын. Өйткені нағыз дос айтады, иә. Шындықты айтады. Нағыз сүйген дос айтады, иә. Ол ащы болса да, жылатса да айтады, нағыз дос. Ағайындарыңыз да, сол семьяңызда, отбасыңыз, достарыңыз да сол жаққа бармау үшін бөлісіңіздер олармен. Өйткені нағыз дос айтады, сүйген айтады. Сондықтан да ешкім ол жаққа бармау үшін, мәңгілікке қалып кетпеу үшін сол жерде айтыңыздар. Өйткені тағы бір қысқа ғана айтайын десем, есіме түскені, мен сол жерде болғанымда атымды білетін едім, есімім кім, бәрін білген едім өзім туралы. Бірақ бұл жер туралы білген жоқ едім. Сондықтан да ол жаққа ешкім бармасын деп тілеймін. Айтыңыздар, өтінемін сіздерден. Сол Құдайдан сый аласыздар, қаласаңыздар. Құдай да сүйеді сіздерді, өте қатты Иса сүйеді. Қаратыңыздар көбірек, сол өздеріңізді үйреніңіз, балдарыңызды үйретіңіз, балдарыңызды да, барлық адамдарды қаласаңыздар, айтыңыздар, ата-анаңды сыйла. Өйткені ата-анасын сыйлаған адамға Құдай ұзақ өмір береді. Ал мен сыйламағандықтан, тіл алмағандықтан 23 жасымда сол жерде болған едім. Сондықтан да ешкім ол жаққа бармасын.
бәрі молынан жаннатқа барсын. Аумин. Саға бар. Рахмет саған, Айгерім. Иә, аумин. Рахмет саған бөліскеніне. Жүрегіңді сондай ашып, адамдарға білсін, түсінсін деп, иә. Рахмет саған көп. Иә, Сау бол, Казмен. иә, сау болыңыздар.